Rote. Del. Victor. Roll. Ve. Жаңа енді сабақ барысында қандай затты сарбаздарға жасырдыңыздар? Алып көрсетсеңіз болады. Бұл имитатор заты көшірмесі болады. Героиннің көшірмесі болады. Осыны мына мерзімді қызметтегі әскери қызметкерлерге, жалпы барлық әскери қызметкерлерге алдын алу мақсатында осындай көшірме сабағын өткіздік. Қазақ халқы итті ежелден жеті қазынаның біріне балаған, құмай тазыларының қансонарды аңға салып ауыздандырған. Қасқыр алған алып суық бөрібасарлар барда төрт түлігі түгел. Алғаш қолға үйретілген хайуан болғандықтан адам баласына қалтқысыз қызмет етіп келеді. Заман ілгерілеген сайын иттерді өмірдің сан саласына пайдалана бастады. Бүгінде олар ұрыс таласында жауынгердің көмекшісі ғана емес, сенімді серігі де. Қарапайым тілмен айтқанда ит есірткі мен жарылғыш заттарды анықтайтын биологиялық детектор ретінде қолданылады. Бүгінгі таңда оларды толығымен алмастыра алатын техника құралдары ойлап табылған жоқ. Болғанның өзінде олар әрқашан 100% нәтиже бермейді. Қызметтік иттерге арналған жаттығу барысында мынандай есірткілердің көшірмелері салынған қобдиша пайдаланылады. Мұның ішінде түрлі есірткінің көшірмелері салынған. Дәл қазір уақытта біздің кейіпкерімізге сынақ ретінде кез келген бір есірткінің көшірмесін аламын да мына жерде алыс емес, жақын жерде тығып қоямыз. Өйткені біздің кейіпкеріміз енді ғана өзінің іздеу жұмыстарын бастаған болатын. Әскери қызметте де сенімді достарымыз көмек қолын созды. Қараулы күштердегі әрбір гарнизонда әскери кинологтар қызмет атқарады. Мына төрт аяқты жануар әскери қызметшілермен қатар бір сапта тұрып еліміздің тыныштығын қамтамасыз етуде. Болашақ із-кесушілер күшік кезінде мемлекеттік сатып алу аясында арнайы ит асырайтын орталықтардан сатып алынады. Кейін әскери бөлім мен отан қорғаушылар оның үйі мен отбасына айналады. Қызметке кез келген ит алынбайды. Әскери кинологияда төрт аяқты сарбаздар іздестіру, шабуылдау және күзетші қызметтеріне жұмылдырылады. Сол себепті әскери бөлімге келген күшіктерді мамандар бірнеше критерийлер бойынша зерделейді. Олардың ішінде ең маңыздысы жұмыс істеу қасиеттері. Күшік кезінен ойынпаз және ізденімпаз болуы шарт. Сол себепті кинологияға өте белсенді, еңбекке қабілетті неміс және бельгиялық овчарка Малинуа таңдалып алынады. Бұл бельгиялық овчарка. Ашуланып тұрған сияқты болыпты. Қой. Жерге жібере саламыз. Оның қарсылығын адамның бойында да сондай қарсылық болу керек. Ол итті өзіне бағындыра білу керек. Сонда ол мінезді қояды. Ал иттің сондай мінез құлқына мойынсұнып қойсаң, ол өзін маманнан жоғары санайды. Бой бермейтін содан кейін болады. 2 айлық күшік болып келеді, ол неше жасына дейін қызмет атқара алады? 8 жыл 3 ай. 8 жыл 3 ай толғаннан кейін олар иттер әрі қарай не істейді? Зейнетке шығады. Белгіленген тәртіппенен зейнетке шығады. Ары қаратам жеке кәсіпкерлерге, болмаса жеке жаңа ит өсіретіндерге беріледі. Ал бұл Альфа есімді 6 айлық бельгиялық овчарка жақында ғана Ақмола гарнизонына қарасты әскери бөлімге келген. Іздестіру жұмыстарын үйреніп, тәжірибеде енді бағын сынап көріп жүрген досымыз. Тапсырманы орындауды үйрету үшін иесі онымен көп уақытын өткізеді. Бұл да өз кезегінде иттерді қызметке үйретудегі негізгі критерий. Иттердің ес сезу қабілетін жоғары дамығандығы соншалық әлемдік қолданыстағы кез келген есірткі түрін табуға қауқарлы. Бастысы күшік кезінен бағдар көрсетсе болғаны. Олай болса біз де досымызға кішігірім сынақ өткіздік. Қызметтік иттер 10 мыңға жуық исті айыра алады екен. Дәл қазір уақытта менің қолымда тұрған тротил салынған имитатор. Осыны мына тұрған автокөлікке жасырып қоямыз. Кейін оны біздің 4 аяқты досымыз тауып алу керек. Бізге көмекке келетін 6 айлық күшігіміз Альфа. Енді үйреніп жүрген Альфаға тапсырманы орындауға біраз уақыт кетті. Алайда нәтиже жақсы.
Төрт аяқты отан қорғаушылардың жылдам есту және өткір көргіштігі, нұсқаушының кез келген бұйрығын орындаудағы қызметтері айрықша. Ит бойындағы осындай қасиеттерді дамыту үшін өз ісінің маманы болу және оны баптау мен үйрету жүйесіне үлкен күш жұмсалады. Қар әскери көліктер тұратын аумақ. Бұл жерде өткен иіс көп. Мысалға қазір тен жарылғыш қойған жеріміз автокөліктің бензин бағы. Оның жанында тағы да түтін шығаратын автокөліктің сол жерден ит біз тыққан затты тен соны иісін табу керек. Соны ажырату керек басқа иістерден. Иттердің адамға деген адалдығы мен сенімділігін түсініп, олармен тынымсыз ізденетін кәсіби мамандар, кинологтар. Олар өздерінің дене жаттығумен бірге жанындағы тіл алғыш иттің де дайындығына жауапты. Сол себепті олар арнайы алаңда тұрақты түрде дайындалады. Бұл жерде дене даярлығын дамыту үшін түрлі баспалдақтар, кедергілер мен 2 метрлік қоршаулар да жеткілікті. Қызметтік итті дайындау, қылмыскерді ұстау сияқты дағдыларды үйретуді қамтиды. Бұл ретте әрбір кинолог оқу алаңына жәбірленуші рөлінде де болып көруі керек. Итпен жұмыс істейтін маман оның қалай тістеп, қарсыласқа қалай шабуыл жасайтынын өзі де сезініп көруі шарт. Жәбірленушінің костюмның салмағы шамамен 30 келі болатын арнайы технологиямен тігілген киім. Иттің өткір тісі оңайлықпен өте қоймайды. Иттер де адам тәрізді меланхолик, флегматик, холерик, сангвиник болып бөлінеді. Мінез құлықтарына сай жұмыс бағыттары да белгіленеді. Мәселен, белсенді иттер шабуылдау қызметтеріне тартылса, сабырлы ит күзетке жұмылдырылады. Ит өте сезімтал жануар, иесінің көңіл күйінде сезіп тұрады. Итті үйрету жолдары, ойнау тәсілі ол дүние жүзінде ең көп дамыған. Итті жанында жүргенде ит адамның көзіне қарап жүреді. Соны үйрету, ол доппен, ойнау тәсілімен үйретесің. Ол ойнау тәсіл деген ит саған қарап бір шақ жүргенде допты бересің. Және оны мақтағанда шын ниетіңмен айғайлап, қуанып итпен бірге ай жарайсың, ай маладес деп сөйтіп итті қоздыру керек. Сонда ит жақсы істейтін болады. Кинологтар иттерді өз ырқына көндіріп, тәртіпке үйрету жағынан пайыздық көрсеткішпен 70% нұсқаушыға, қалған 30-ы иттің өзіне байланысты екендігін айтады. Иттің ес сезу қабілеті адамға қарағанда 10 000 есе артық, ал есту қабілеті 10 есе жоғары екен. Осындай қабілеті бар төбеттердің қылмысты ашуда пайдасы орасан зор. Алматы өңірлік гарнизон әскери полиция басқармасы кинология бөлімінің офицері аға лейтенант Нұржан Искаков. Қызметінің 20 жылын осы салаға арнаған маман. Қазіргі уақытта сенімді серігіне айналған Локи оның 10-шы иті. Екеуі 2018 жылдан бері тізе қосып қызмет атқарып келеді. 20 жыл уақыт ішінде тәжірибелі кинолог Нұржан Искаков бірнеше халықаралық жарыстарға қатысып, бағын сынап тәжірибе жинаған. Біздің кинологтар 2016, 2017, 2019 жылдары Ресей мемлекетінде өткізілген армия халықаралық әскери конкурсына 3 мәрте жүлделі орындарға көрініп, 2-ші, 3-ші орындарға иеленді. Олар 3 шақырым қашықтықта қызметтік иттермен жүгіріп, мылтықпен нысаналарды көздеп, атып, суда жүзіп, және кедергі жолдарынан өтіп, кәсіби шеберліктері мен иттерінің тәртіптілігімен ерекшеленді. Кинология әскери полиция қызметінің ажырамас маңызды бөлігі. 7 қазынаның бірі саналатын ит адамның ақылды досы, қызметте сенімді серігі. Ерекше қабілетінің арқасында олар тыйым салынған заттарды табады, көлікті тексеріп, құқық бұзушыларды іздеуге көмектесіп, басқа да көптеген арнайы тапсырмаларды орындай алады. Сарбаздың сенімді серігі қарсыласына қатал, иесіне адал. Иық!